Арма ағайын бармысыздар, достар. Мирас бағдарламасы өзінің кезекті хабарын бастайды. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қорғаныс министрлігінің орталық ән-би ансамблінің әншісі, Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің ұстазы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, белгілі әнші Рамазан Стамғазиев. Қош келдіңіз аға біздің студиямызға. Рахмет. Әрбір өнер адамы өзінің осы шығармашылыққа келген жолын бала күнінен бастап баяндайды. Өзіңіз жалпы осы әншілік өнерге келген қадамыңызды неден бастар едіңіз? Арғы аталарымызда жалпы әншілік дәстүрі болған. Одан бертін келе адамды орта тәрбиелейді ғой. Өзім туып өскен өңірім. Одан бері қарай үлкен әжелерім, әкем, анам дегендей бауырларым бар. Сол бір өнердің ерліп жатқан жаңағы үлкен диірменнің сол бір дәм болып түсіп, Алла осындай бізге маңдайымызға бұйыртқан екен өнер жағын. Сол ауылдан шығып Алматыға келдік. Алматыда сол бала кезімізде көрсек, білсек, абырмай осы кісінің қолынан оқысақ деп жүрген баяғы Алаштан ән оздырған Жәнібек Кәрменов ағамыздың, Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосын ағамыздың қолына сол өзіміздің әскери борышымызды өтеп келіп, өзіміздің мына атанжелігіміз қатқан кезде Алматыдағы өнер студиясы, ол кезде эстрада цирк студиясы деп аталатын 2 жылдық сол үлкен оқу орынға келіп түсіп, соны тәмамдап шықтық. Біздің ұстаздарымыз айтып отырады, өнерде жаңағы алалауға болмайды, болмаса барған жерлеріңде, жүрген жерлеріңде осы жалпы иісі қазақтың әйтеуір маржандай жауһардың сынығы да жауһар дегендей ғасырлап келеткен дүниесін кейінгі ұрпаққа аманаттағаннан кейін соны алып жүруге міндетті мойынға алғаннан кейін оны бөліп жармай турасымен көтеру керек. Ал енді жалпы мына ел-елдегі, жер-жердегі айту манерасына, айту стильдеріне байланысты, мысалы, енді көп жерлерде шынымен де жаңағы өзің айтып отқандай, мысалы, мұхит бабаларымыздың тастап кеткен асыл мұраларын өзінің нақышына келтіріп айту үшін, оның кәдімгідер иірім-иірімін қалдырмай, өзінің қаймағын бұзбай айту үшін, әрине сол өңірде туып өскен абзал ма деп ойлаймын. Ал енді Рамазан аға, дегенмен де өзіңіз осы жетісу жерінде туып өскеннен кейін, әрине осы өңірдің әншілігін қара өлеңнен бастап, ғұрыптық әндерден бастап, тіпті кәсіби авторлық әндерге дейін бойыңызға әбден сіңірген боларсыз. Осы жетісудың әншілік өнерінен, дәстүрінен өзіңіздің репертуарыңызда қандай әндер бар? Біз енді мынау сахнада азды көпті жүріп жатқан жағдайымыз бар. Қай облысқа барсақ та, қай жерге барсақ та, әйтеуір сол елдің авторларының әндерін үйреніп, сол жердегі халық композиторларының әндерін, болмаса сол жердегі ақын жыраулардың әйтеуір шамамыз келгенше састап кеткен, шығарып кеткен әдемі әндерін жиыстырып айтып, дәріптеуге тырысып жүреміз. Енді Жетісу өңіріндегі сонау Алатаудың баурайында екі елдің дүлдүл ақыны болған, жезтаңдай әншісі болған Кенен атамыздан, Жамбыл бабаларымыздан бері қарай қаншама керемет әндер бар ғой. Мұндағы келе жатсақ, Алатаудың мына баурайындағы мысалы Шалтабайдың әндері бар, Қапездің әндері бар. Енді көп естіп, көп айта бермейтін қоржынымызда біраз әндер бар. Мен қазір Бағлан мынау Жамбыл Жабаев атамыздың 25 деген бір әні бар. Мен қазір ұлықсат болса сол әнді айтып көрейін. 25. Тыңдай қолай болса. Келеді қарттары мініп, Мен келдім 90-ның ау бесеуіне, қайрылып 25-ім келмеген соң, қисайдым кемпірімнің төсегіне.
алып қайтып келмес. Жамбылға енді айналып келмек түгіл, қайрылып амандыққа қолым бермес. Келдің бе 95-ім ақыл алайын деп, ұрығын сұмма жалдың салайын деп. Там болмаса 4-5 жылдай тұра тұршы, жатырмын өзім дағау барайын деп. Ақыл 25 Жамбылға енді айналып қайтып келмес. Жамбылға енді айналып келмек түгіл, қайрылып амандыққа қолым бермес. Деген Жамбыл атамыздың 25 деген әні. Рахмет. Мұны кезінде Жамбыл бабамыздың 150 жылдығында Жұматай Тезекбаев деген ағамыз, композитор, сол кісі бір күні маған келіп қолқа салды. Анасының аузынан жаздырды баған екен. Осыны 25 деген ән көп еш жерде айтылмай жүр, бауырым. Сахнаға тұсауын кесіп айтып, елге жария жасасың деп, сол Жамбыл бабамыздың 150 жылдығында ең алғаш сахнаға шығып тұсауын кесіп жіберген мен болғам. Кейіннен енді өзіңіздің шәкірттеріңізге үйреткен шығарсыз. Әрине, қазір Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда, болмаса Жүсіпбек Елебеков атындағы әншілік мектептерде біраз әншілердің қоржында осы бәрі. Ал енді жалпы мына Жетісудың әншілік дәстүрі осы соңғы кезде ғана жиналып зерттеле бастады десек артық айтқандық емес шығар, соңғы 10 жылда. Осыған үлес қосқан кімді атар едіңіз? Қандай зерттеушілер, әншілер осыған үлес қосып жинақтады? Енді жалпы Жетісу өңірінде ақындық дәстүр көп қалыптасты ғой, әншіліктен гөрі. Енді бұлай кейде біз қадау-қадау әншілерді, композиторларды іздесек, өз қадау-қадау кәдімгі он саусағын толтырып, анау бар, мынау бар деп санап алуға жететіндей ақ. Оның жаңа Кенен атамыздан бер қаратай, мысалы Дәнеш бабаларымыздан, одан кейінгі бер жағынан қарап отырсақ, мысалы жаңағы айтып өткен біраз адамдардың ішіне Қапез, жаңағы Шалтабай, Пішен, Сәдіқожа деп айлана береді. Таң жарықтың әндері деп. Енді солардың басы қасында шынымен жанашыр болып жүрген, осыдан бір 5-6 жыл бұрын Жетісудың ән күй жинақтары шықты, үлкен том болып, ішіне нотасыменен біраз әндері жиналды дегендей. Сол кітапты жинастырып, басы қасында осы жанашыр болып жүрген шамасы келіп, шапқылап, сол әйтеуір көнегөз қариялардың аузынан осы бір жерде бір жаңағы кезінде мына репрессияға ұшырып кеткен Қапез бабаларымыздың қаншама әндерін жиыстырып алып кеп, мысалы біздерге ұсынған Сағатбек Медеубеков деген ағамызды мен атап айтатын едім. Базарәлі дейтін бауырымыз бар, сол бүткіл әндердің бәрін шашауын шығармай нотаға түсіріп, шамасы келгенше әйтеуір сол кітапқа енгізді. Зерттеу ғылыми еңбектері бар біраз. Енді сол Қапез бабамызды көп жерде кейіннен танып жатыр негізі. Ол кісі кезінде өзі Стамбулға барып білім алған, содан ағартушы болып, мысалы өзінің елінде Қазақстанда үлкен мектеп ашып, білімнің жаңағы бұлақтың көзін ашқан адам. Кейін сол үлкен ағартушы, үлкен ағайын туысқанмен араласып, соның 37 жылдың үлкен құрбаны болып кеткен адам, 38 жылдары Коми Ассыры Оқта дейтін қалаға апарып бұл кісіні атқызған екен. Бұл кісілердің қазір ұрпақтары бар. Сол ел арасынан жинақтап, Сәкеңнің жаңа Сағатбек ағамыздың жинап берген Қапездің бір 4 әні бар. Кейінгі кезде Қапездің қоштасуы деген бір әнімен ез.
айтып жүрмін. Үлкен концерттерімді айттым, енді ұлықсат болса біз ал енді бұл ән соншама уақыт ұмытылып айтылмай кетті. Сіз қайдан бұл әнді шығардыңыз? Менен сол кітаптан Сағатбек Медеубеков ағамыз кезінде сол жинақты шығарғаннан кейін, ол жалғыз Қапездің әні емес қой, қаншама әндер болды. Соның үшін сүзгілеп кітап аударып болсам, жаңағы Қапездің қоштасуы дейтін әнді нотасымен жазып қойыпты. Содан жаңағы нотасынан шығарып алдым оны. Қапездің қоштасуы деген. Өте дұрыс, яғни халыққа ұсыну керек деп өзіңізге міндет қылып алдыңыз ғой. Былтырғы концертімде сол кісінің баласы Бәйтен Ақсақалды шақырып, үлкен концертімде Қапездің қоштасу әнін үлкен сахнада айтып бердім. Көзіне жас алып, ол кісі үрім бұтағын жинап, үлкен CD дискілеріме кіргіздім жинаққа. Жалпы Қапездің қоштасуы болмаса жаңа дүние, жар басында 4-5 әні қазір үлкен әншімін деген әншілердің аузында естіліп жүр қазіргі кезде. Олай болса, осы әнді біз көрермендерге ұсынайық. Алаш қонған ақ боз үй бос қалдым ай, жетім жесір қасында бос қалдым ай, өкінбейін десем де өзегім бар ай дүние-ай қас қағымдай. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген Қапезді жау деп ұстап бердің бе. Чеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұл құстай сайраған бұл Қапездің әледі. Игигай, 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 이기가요. қалып барады артымда балапаным, аямасын ағайын алақаным. Ебін емес кебенек киіп барам ол, қош есен бол Ақтоғай Алатауым. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген Қапезді жау деп ұстап бердің бе. Итжеккенге айдаған кер заманның әлегі, бол құстай сайраған бұл Қапездің әледі.
Рахмет. Шын мәнісінде де формасы жағынан нағыз Қапездің өзінің әндеріне келеді екен. Осы жетісу әншілік өнерінде әсіресе Қапез шығармашылығында жаңағы оның алдындағы меркі, дүние деген әндерінің өзі оны орындаушы да біледі, музыка зерттеушілерде көп мән беріп жатады. Жалпы формасы жағынан өте күрделі әндер. Ол енді Қапездің өзінің мына сана сезімінің кеңдігі, жалпы композитор ретінде өте биік деңгейде болғандығын білдіретін болу керек. Әлде біраз әндері бар екен, бірақ соны айтушы, естіген, көкейінде тоққан көнегөз қариялардың көбісі ортадан кетіп қалды. Дер кезінде үйреніп алып қалмады дейсіз ғой адамдар. Сол жаңағы Сағатбек ағамызбенен сол кезде бір керемет Ғалымжан Досанұлы деген азамат болған, ғылыми жұмыспен экспедиция жасалып, сол кездерде Шалтабайдың әндерін, Пішәннің қаншама әндерін жаңағы айтылған Жетісу өлкесінің біраз ән күй жинағын жиыстырып, үлкен еңбегінің арқасында 2 томда үлкен кітап шықты. Рахмет Рамазан аға, ал енді мына арқа әншілік өнеріне көшсек, өзіңіздің репертуарыңызды әлбетте сіздің ұстазыңыз арқаның әншілік мектебінің белді өкілі болғаннан кейін сіздің де репертуарыңызда арқаның әндері көп шығар деп ойлаймыз. Дегенмен де солардың ішінде өзіңіз сүйіп орындайтын және тыңдарман сұрайтын әндер бар ма? Енді көпшілік жерде жалпы мен таңғалатын нәрсем, кейін кезде бір жаулап алды махаббат дегенде жаулап кеткен эстрада деп жатады ғой. Жалпы қазақтың осы құлағы шаршаған сияқты эстрададан. Мен өткен жолы осы Ақтөбеге қаласында концерт бердім, 2 концерт, Қызылордада бердім, Семей қалаларында беріп жүрмін. Сонда жалпы концертті ортасынан тоқтатып қойып, ән сұрайды халық. Тыңдармандар, Сондағы көпшілік Ақан Серіден, Естай қайда дейді, жаңағы кімнің Мәдидің әндерін сұрайды, Біржан Салдың әнін сұрайды, керемет енді. Соны мен кейде ойлайтымын, осы бұрынғы сол Жүсекеңдердің, Қарекеңдердің, Манарбектің замандағы тыңдаушылардан кейін мынау тыңдаушылардың талғамы басқаша ма деп. Жоқ, мына ел іші алтын бесік дейді, шынымен де сол әннің бесігінде тербелген, өзінің заманында тәрбиеленген, орта буыннан асқан буынның өкілдері көбінше сол көнеден қалған, ескіден қалған, терме, жыр, ән. Соның өй мынау әнді сұрап жатқан жай ғана сұрамайды. Мысалы, кейде бір 25-тің қатар-қатар айтылатын түрлері бар ғой. Соны сұрайды. Мысалы, бүйтет Қали Байжановтың орындауындағы вариантын айтып көрші дейді. Шамаң жетсе дейді. Соны жаңа сахнада айтып берсең, кәдімгідей көңілдері көтеріліп, сондай бір үлкен рахметін айтып қайтатын орта бар. Сондықтан мен үшін мысалы мынау ән жақсы, мынау ән орташы дейтін емес, жалпы қазақтың халық әндерінің барлығы ұнайды. Солардың ішінде бір қоңырлатып, жүрегінің әлгі тамырларыңды жібітіп, ойыңды жетектейтін қоңыр өлеңдердің ішіндегі мен жақсы көріп, өзім үшін айтып жүретін әнім бірі бұл Мұхида Шайбан деген. Демек, біздің қазіргі кезде дәстүрлі әнді тыңдамайды, оны іздемейді деген мағлұматтарымыздың бәрі жалған ғой. Демек, оның тыңдаушысы, іздеушісі қазіргі кезде бар ғой? Бар. Енді бүткіл әншілер үшін жауап бере алмаймын. Мен жалпы өзімнің осы гастрольдік сапарымдағы кездесіп жатқан жағдайлар өте көп. Олай болса, біз көрермендерге осы Мұхида Шайбанды тыңдатайық. Жақсы.